Өзіне таланайтпен толық мойындаймын. Жан-жақты тергелді, қылмыс толықтай ашылды деп ойлаймын. Және жасаған қылмыстарынан да оған берілетін кез келген ауыр жазадан жалтармаймын. Өлім жазасынан да, өмір бойы түрме жазасына да дайынмын. Барлық қылмыстарының басты себебі өзіме отбасынан ажыратуға жасалған қысастықтарына қасақана қастандықпен жауап бердім. Әйеліммен 10 жыл тату тұрдық. Әу баста арамызда келіспеушілік болғанда 5 бала болмас еді және 10 жыл уақыт бірге тұрмас еді. Тек әйелімнің үй іші отбасыма шектен жөн-жосықсыз араласып, әйеліммен ортамызға шығып ажырастырды. Сонда да біз бөлінгіміз келмей бірге тұра бердік. Сонда да қайта-қайта қоқанлық көрсетіп, отбасыма араласуын тоқтатқан жоқ. Осы қылмыстың барлығы сол әйелімді менен тартып алып, 5 баламды саған да жоқ, әке-шешеңе де жоқ деп, өз балаларымен өзімді бопсалап, осындай қылмысқа итермеледі. Және де өте адам төзгісіз ар-намысыма тиді. Сондықтан мен соңғы уақытқа дейін отбасын толықтай сақтап қалуға әрекеттер жасадым. Балаларымды анасынан да әкесінен де өзі кішкентай кезінен туып өскен, бағып өсірген туған әжесінен де айырғым келген жоқ. Ең соңғы сәтте отбасымды сақтап қалам деген бүкіл айла тәсілім бәрі таусылып, уже қажырым таусылып, тіпті олардың іс-әрекеттері, сөздері мені ақылынан алжастырып, жүйкемді жұқартып, адами болмысымды күйретіп жіберді. Сосын осындай қылмысқа бардым деп есептеймін. Кіріп келе жатырған Қарабалинді сол жерде күтіп алып, қолында болған ас үй пышағымен соңғысын денесінің кеудесінен, арқасынан және қолдарынан бірнеше мәрте бағыттап ауыр соққылар жасаған. Соққы салдарынан Қарабалин еденге құлап, оқиға орнында тілге келместен қаза болған. Осылайша көздеген 2 адамды құқыққа қарсы қасақана бірнеше рет қазаға ұшыратып, қылмыстық құқық бұзушылық пиғылын нәтижелі түрде жеткен Сәрсемәлиев сарайды құлтап, үйге кіріп, қылмыстың ізін жасыру үшін түнгі уақытта сарайға баруды жоспарлап демалып қалған. Сол күні сағат 00 шамасында Сәрсемәлиев қылмыстың ізін суыту жолындағы жоспарын толыққанды жүзеге асыру үшін сарай ішіне кіріп, кереуеттің астының бөлігінде қара жерді 1 метр 30 сантиметрде тереңдігін қазып, өзі өлтірген Қарабалин мен Учаскалиевтің денелерін сол қазылған жерге көміп, бетіне линолеум төсеп, кереуетті қойып, қылмыстық ізін толықтай жасырған. Сарай ішінде жүзеге асыру қажет деп таныған. 2025 жылы қараша айының 3 күні сағат 08:00 шамасында Учаскалиева мен Қарабалин аулада орналасқан сарайларының кіріп шығып тұрмыстық тіршілік шағуларын жасап жүрген көрген. Сол мезетте үй алдында отырған Сәрсемәлиев сарай ішіне кіріп, кіреберіс бөлмесіне орналасқан үстелдің бетінде тұрған ет турауға арналған арнайы пышақты көріп, қылмыс қаруы ретінде пайдалану үшін алдын ала дайындап, ыңғайлы жерге қойып қойған. Одан әрі, сол күні сағат 09:00 шамасында Сәрсемәлиев аулада отырып, Учаскалиева немесе Қарабалин сарайға кірген сәтін күткен. Сол мезетте үйде Учаскалиева бірінші болып шығып, сарайға кіргенде Сәрсемәлиев те артынан кірген. Сәрсемәлиев сарайға кіргенде зал бөлмесінде шаруа жасап жатырған Учаскалиеваны көріп, осы сәтте өз көздеген қылмыстық құқықбұзушылық пиғылын жүзеге асыру үшін оңтайлы сәт екенін түсініп, оған дейін кіреберіс бөлмеде дайындап қойып, кеткен асхана пышағын оң қолына алып қаруланып, түпкі зал бөлмесінде шаруа жасап жатырған Учаскалиеваның артқы жағынан барып, қолында болған ас үй пышағымен оның денесінің кеудесінен және арқасынан бірнеше рет мәртеп бағыттап ауыр соққылар жасаған. Соққы салдарынан Учаскалиева еденге құлап, оқиға орнында тілге келместен қаза болған. Сарай ішінде жүзеге асыру